Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің күнделікті тіршілік атты каналыма қош келіпсіздер. Бүгін менде тағы да баклажан соусы дейміз. Қысқа банка жабамыз. Оған керекті заттар менде міне баклажан 3 килограмм баклажан, болгар боршы 2 килограмм, помидор 2 килограмм, 200 грамм сарымсақ, 6 штук ащы бұрыш, және міне кішкене 50 граммдай петрушка қосамын. Енді қазір мынау помидор менен мынау болгар бұрышын мыналарды бәрін мясорубкадан өткізіп аламын. Ал бірге дайындаймын. Мына баклажанды осылай домалақтап, примерно қалыңдығын 1 сантиметрдей кесіп, 1,5 қасықтай тұз салдым. Жақсылап араластырып, жарты сағаттай су аққанша қойып қоямыз. Әбден тұзы сіңгенше. Ой, молодец. Болды ма? Ja. Молодец. Look. Помидор менен болгар бұрышын мясорубкадан өткізіп қойдым. Міне чеснок, ащы бұрыш, петрушкам кішкене аз болып қалды. Укроп қосып жібердім. Бәрі дайын. Баклажанды кішкене сілкіп тағырластырып қоям. Кішкене сәл тұрса, сосын судан сырқып алып, майға қуырамыз. Мінекей достар, баклажанымыз 30 минут тұрды. Енді кішкене сығып суын сырғытып былай суын сырғытып аламыз. Қазір майға қуырғанда, чтоб шатырламау үшін. Ал. Қазір. Енді міне 2 сковородканы қойып, отқа баклажанды қуырып аламыз. Майын шамалы құйып, баклажан майды көп жейді. Әр несін слойын салған сайын шамалы майынан құйып отырдым. Баклажанды екі жағынан аса күйдірмей, кішкене қызартып қуырып аламыз. Уақытты көп алады, біртіндеп осылай қуырып отыруға. Бірақ дәмді болады деп ойлаймын. Мен бірінші рет жасап отырмын бұны. YouTube'дан қарап, соған қарап жасадым. Болгар бұрышы да шамалы қалып қойды. Оны да екі жақтама шамалы қызартып қуырып, оны да қоса салдым. Кішкене қоюлау болсын деп.
Ал мінекей достар, қуырып болды. Міне мынандай үлкен табақпен бір табақ шықты. Мына енді жаңағы помидор мен болгар бұрышын отқа қойдым. Қайнап шыққаннан кейін 20 минут қайнатамыз. Мінекей банкаларды стерилизоваттап жатырмын. Негізі духовкаға да нетіп алса болады, бірақ мен баклажан болғаннан кейін қорқам. Сол себепті осылай буға стерилизоваттаймын. Крышкалар міне қайнап жатыр. Помидорымыз қайнап жатыр. Тағы 10 минут қайнайды. Мінекей достар, 20 минут қайнады. Енді міне чеснок, зелень, ащы бұрышын саламыз. Екі ас қасық тұз. Баклажан тұздалған, соны ескереміз. 3 ас қасық қант. Кориандр. Бір жарым ас қасық кориандр. Қара бұрыш. Қара бұрыш, бір ас қасық қара бұрыш салдым. Енді осыларды араластырып көреміз. Қазір тағы да осыменен енді қайнап шыққаннан кейін 10 минут қайнатамыз. Сосын баклажан мен жаңағы болгар бұрышын қуырылған соларды саламыз. Ал міне тұз, чесноктарын салғаннан кейін 10 минут қайнады. Енді мына қуырылған жаңағы болгар бұрышын саламыз. Баклажанымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Қатты араластырмаймыз, мына баклажанды езіп жібермейік. Сосын 9% уксус 200 миллиграмм. Енді осыны жақсылап араластырып, қайнап шыққаннан кейін 10 минут жақсылап қайнатамыз. Сосын бұл банкаға салып жаба береміз. Мінекей достар, баклажан қайнағаннан кейін 10 минут қайнап шықты. Енді шетінен жаба береміз. Достар, міне баклажанымды жауып бітірдім. Мынандай банка менен 9 банка шықты. 10-ші банкам толмай қалды. Міне өзіңізге жеуге алып қаламын. Енді уақытты көп алады әрине. Баклажан
қуырғанға қаншама уақыт кетеді. А так қысқа сақтағанға өте дәмді, жақсы салат. Ал енді менің бүгінгі тіршілігім осылай болды. Күнделікті тіршілік атты каналыма тіркеліп, ұнап жатса лайк басып, пікір жазыңыздар. Рахмет үлкен баршаңызға. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.